Барлықтарыңа сәлем оқушылар, сіздермен бірге Қайыржан ағай, және бүгін бізде механика мен электростатиканың бір комбинациясы арқылы құралатын бір есепті көрсеткім келіп тұр. Күрделілеу есеп енді ұбт-да көп келетін, бірақ та көбісі бір шығарып көрмеген, білмейтін типтегі бір есепті қарастыратын боламыз. Ауада жібек жіпке ілінген заряды 6 көбейтілген оның минус 8 дәрежесі кулон шарик тепе-теңдік күйде тұр. Оны біртекті горизонталь электр өрісіне орналастырғанда шарикке әсер ететін кернеулігі 3 көбейтілген оның 4 дәрежесі ньютон бөлінген кулон, және осы әсерден жіп вертикальдан 30 градусқа оңға ауытқиды дейді. Шариктің массасы. Енді қарайық, біз мынандай бір стена салып алайық жоғары жағынан. И осы жіп арқылы бізде мына бір дене, осы бір заряд десек те болады, ілініп тұр екен, Енді осы шарик ілініп тұр. Және де екінші суретте мен былай салайын. Дәл осылай нәрсе ілініп тұр. Бірақ оның бастапқы орны уже көп нүктемен салайын. Және де бізге айтқан горизонталь бағытта электр өрісі әсер етеді деп. Яғни қанда ол оңға қарай әсер ететін болса, бізге қараңыздар, оңға қарай әсер ететін болса, өріс кернеулігі. Осы шар бізде, мына шарик бізде оңға қарай ауытқиды. Қанша градусқа ауытқиды? Ол 30 градусқа ауытқиды екен. 30 градусқа ауытқиды. Ненің әсерінен? Осы бір кернеуліктің зарядқа әсерінен бізде бір күшіміз пайда болады. Оңға қарай F деп қоясыз. F дей салайын болмаса. Енді осы шариктің төменге қарай әсер ететін бізде ауырлық күші болады. Ауырлық күші mg деген ауырлық күші болады. Енді қарайық. Біз білеміз, что мына жіптің арасындағы градус, ол мына екі күштің де арасында градус деп алсақ қалай қарайсыздар? Мына бір керілу күші деп алатын болсақ, керілу күші. Біз векторларды параллель көшіру тақырыбынан білеміз, что біз төменге қарай mg ауырлық күшіміз түсіп тұрса, оның оңға қарай уже біз мына электр өріс тарапынан әсер еткен күшті әкеліп қойсақ. Яғни ол бастапқыда оңға қарай әсер етіп тұрды, жоғары жақта. Соны біз төменге қарай параллель көшіріп алып келдік. Енді мынау біздің қорытқы керілу күшіміз деп алатын болсақ, қарайық. Бізде осы екеуінің арасындағы градус 30 градусқа тең десек. Сонда қараңыздар, біз мына жерден тангенс фиді алатын болсақ, ол сендерде тангенс фи. Ол мына бір F күшінің mg-ға қатынасы екен. Сонда мен мына жерден сұрап тұрғаны бізде шариктің массасы деп тұр, яғни қанда mg-ді анықтайтын болсам, немесе m-ді анықтай салайын, ол сендерде F бөлінген тангенс фи көбейтілген g десем. Ал мен F күшімді қалай ашамын? Электр өріс тарапынан әсер еткендіктен ол сендерде EQ болады, ал бөлімде тангенс фи көбейтілген g. Сонда мен енді барлығын өз орындарына қоя салатын болсам, массам менде қанша шығады? Давайте есептейтін, мына жерге есептей салайық. Массам менде кернеулігіміз ол 3 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі. Көбейтілген зарядымыз 6 көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі. Бөлеміз оны. Тангенс 30 градуста қаншаға тең? Тангенс 30 градуста енді біз бұлай есептеп алсақ болады. Тангенс 30 градус ол сендерде синус 30 градустың косинус 30 градусқа қатынасы. Сонда 2-ден 1-дің түбірасты 3 бөлінген 2-ге қатынасы ол сендерде түбірасты 3 бөлінген 3-ті береді ғой. Сонда түбірасты 3 бөлінген 3 көбейтілген 10 десек. Енді мына жерде калькулятор қажет болады бізге. Қанша? 6-ны көбейтіп 3-ке, 10-ны бөлеміз 10-ға, 10-ны бөлеміз түбірасты 3-ке, және біз көбейтеді екенбіз 3-ті. Сонда ол бізде 3 көбейтілген 10-ның минус 4 дәрежесі килограмм. Немесе 0,3 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм. Немесе оны 0,3 грамм деп те жазсаңыздар болады. екен 0,3 грамм. Яғни айтқанда бізде мына бір Б нұсқасы
дұрыс болып табылады деген сөз. Есеп түсінікті болды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған Қайыржан ағай, келесі кездескенше.